Алла бұл оқиғаны әлемдегі ең көркем оқиға деп атаған. Сатып пайда тап, сата алмасаң ақшаңды қайтарамыз. В общем, никак минусқа кетпейтін вариант болып тұр ғой. Билав Қазақстандағы жалғыз КМДБ халал сертификаты бар тіс пастасы. Бізден бір қорап тіс пастасын аласың, сатқан пайдаң өзіңдікі, саталмаған тауарларының ақшасын төлеп өзімізге қайтарып аламыз. Артықшылықтары 100% халал, зиянды қоспасыз, өте тиімді баға. Заводтан тікелей келген бағамен аласыз. Қысқасы, бұл нұсқаға ешқандай отмазка айта алмайын деп тұрсың ғой. Сондықтан төмендегі нөмірге хабарласып, толық ақпарат алып бізбен серіктес бол. Қызық кино айтшы деп таныстарымыздан сұрап жатамыз ғой. Дәл солай бір күні пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға сахабалар кеп, «Я Алла елшісі, қызықты, көркем бір тарихтан оқиға айтып беріңізші» дейді. Сөйтіп Алла тағала бір жағынан сахабалардың заказымен Юсуф сүресін түсіреді. Оның ішінде Юсуф пайғамбардың оқиғасы айтылады. Видеоның соңына дейін көрсеңіз, неге бұл оқиғаны ең көркем деп айтқанын түсінесіз. Юсуф деген кім? Ол Ибрахим алейхиссаламның немересі. Алдыңғы Зәмзәм туралы шығарылымда Ибрахим пайғамбардың Сара мен Ажар деген екі әйел болғанын айттық. Екеуінен бір ұлы болды. Ибрахим пайғамбардың үлкен ұлы Исмайылдан арабтар, кіші ұлы Исхақтан еврейлер тараған. Арабтар мен еврейлер Ибрахим атадан тараған бауырлар негізі. Енді Ибрахим пайғамбардың кіші ұлы Исхақтан Яқуб пайғамбар туылды. Оның бірнеше әйелі болды. 10 баласы өзге әйелдерінен туылса, басқа әйелінен Юсуф және Биньямин дүниеге келді. Кіші әйелін қартайған шағында алған соң, Юсуфтан даналық, көркем мінез байқалды. Әкесінің Юсуфқа деген махаббаты ерекше болады ғой. Өз бауырлардың арасында қазіргі заманда да көп конфликт, жанжал, бірін-бір жақтырмау деген сияқты ситуациялар болады ғой. Ол заманда да болған екен. Әкесінің Юсуфқа деген ерекше сезімін көрген 10 баласы әкесінің махаббатын қатты қызғанады. Сөйтіп Юсуфқа тиіседі, қоқан-лоқы көрсетеді. Оны әкесі де сезеді. Күндердің бір күнінде Юсуф алейхиссалам түс көреді. Ұйқысынан тұра сала, әкешім, мен бір түс көрдім. Түсімде маған күн мен ай және 11 жұлдыз сәжде етіп жатыр екен дейді. Әкесі Яқуб алейхиссалам да пайғамбар ғой. Бұның үлкен белгі екенін және жай қарапайым түс емес екенін түсініп, жақсылыққа жориды да, балам, түсіңді бауырларыңа айтушы болма. Саған зиян тигізуі мүмкін дейді. Юсуф жарайды деп, бұл түс әкесі мен баласының арасында қалады. Күндердің бір күнде әкесінің Юсуфқа деген қатты махаббатын көріп жүрген бауырлары басқа Юсуфқа не істесек болады екен деп ойланады. Сөйтіп оған тиісетін амал тауып, әкесіне кеп, әкешім, біз шет жаққа кетіп бара жатырмыз. Ойнап қайтамыз. Юсуфты жіберсеңіз, қасыңызда отыра ма? Ер жетіп қалды ғой. Арамызда жүрсін, бауырымыз ғой дейді. Сонда Яқуб алейхиссалам, жоқ, үйде болсын. Оған бәле келіп қалып жүр. Не керегі бар, үйде тыныш отырсыншы дейді. 10 баласы 10 жақтан қоймай, әкешім, жіберсеңіз, ер жетсін да, ағаларының қасында жүрсін, ойнасын, күлсін. Ол да адам ғой, үйде отыра бере ма деп, әкелерін көндіруге тырысады. Яқуб алейхиссалам, сендердің қастарында жүр, бір зияндық тисе, мысалы, қасқыр жеп кетсе, не істейсіңдер деп уайымдайды. Балалары сонда да қоймаған соң, әкесі, бауырларыңа абай болыңдар деп, Юсуфты бауырларына қосып жібереді. Үйден шыға сап бауырлары Юсуфқа қоқан-лоқы көрсете бастайды. Тиіседі, түртеді, ұрады. Үйінен алыстау кеткенде бауырлары қосылып, Юсуфты бір құдыққа лақтырып жібереді. Шығалар ма екен, не істер екен деп шеттен бақылап тұрады. Алла өзінің сүйікті ұлдарын жалғыз тастап қоймайды ғой. Қараңыз, қызық, құдықтың ішінде жатқанда Юсуф алейхиссаламға пайғамбарлық беріледі. Алла, Юсуф, сен сабыр ет. Әлақ бауырларының саған жасаған қиянатын алдарынан келтіресің деп аян береді. Сол уақытта Мысырға кетіп бара жатқан керуен құдыққа тоқтап су алмақшы болады. Ішіне шелекті лақтырып, шығарып қалса, шелекпен бірге жас бала шығады. Одан мән-жайды сұрамақшы болғанда бауырлар сол арада жетіп келеді. Сөйтіп керуен адамына, бұл біздің құлымыз қашып кетті оңбаған. Бізге бұндай құл керек емес. Сендер сатып алсаңдаршы, керек болса деп арзан баға ұсынады ғой. Мысырға кетіп бара жатқан керуен адамдары ойланып, Юсуфты сатып алады. Бауырлары Юсуфтың үстіндегі киіміне дейін шешіп алып қалады.
Сөйтіп Юсуф керуенмен бірге Мысырға кетеді. Бауырлары үлкен істі бітірген сияқты сезімде болады. Қайтар жолда көшедегі бір ит ұстап алып, бауыздап, өлтіріп, қанын Юсуфтың жейдесіне жақты тастайды. Сөйтіп жылап, еңіреп үйлеріне келеді. Әкешім, біз шынында араңдап қалдық. Яқуб алейхиссалам, не болды? Юсуф қайда деп сұрайды. Сол кезде әкешім, сіз айтқанда Юсуфты қасқыр жеп кетті дейді. Креативтар жоқ балалар ғой. Түк ойлап таппай, әкелерінің уайымдап айтқан нұсқасын өзіне айтып тұр да. Қолдарында Юсуфтың жейдесі бар. Міне әкешім, Юсуфтан осақ қалды деп әкесіне береді. Яқуб алейхиссаламның көңілге қатты құлазып, жейдеге қарап тұрып, бұл неткен мейірімді қасқыр еді. Юсуфтың өзін жеп, жейдесіне тиіспеген дейді. Сөйтсе, бауырлары бүтін жейдеге қан жағып келген ғой. Как будто киіміңді шеш, мен сен қазір жеймін дегендей. Қасқыр адам таласа киімнен киім қалдырмайды ғой. Ақылдары, значит, осыған жетіп тұр да. Яқуб алейхиссаламның көңілге қатты түседі. Біріншіден, баласы Юсуфтың жоғалып кеткеніне, екіншіден, мыналардың өз бауырларына қиянат жасағандарына, үшіншіден, өзінің 10 баласы әкелеріне құрметсіздік қылғандарына. Жай әке емес, Яқуб алейхиссалам пайғамбар ғой. Пайғамбарға құрметсіздік жасағандарына қатты ренжиді. Сосын жасы кеп қалған қауқарсыз Яқуб алейхиссалам тек Аллаға үміт етумен қалады. Юсуфты сатып алған керуен Мысырға келеді. Ол жақта Юсуфты құл базарға шығарып қойған. Ойлаңызшы енді, Юсуф алейхиссалам кіп-кішкентай бала, оған бауырларының сатқындығы, жалғыздық, басқа елде құлдықта жүргендері бүкіл ситуация әсер етеді ғой. Юсуфтың көңілге қатты құлазиды. Сол сәтте патшаның уәзірі базарда жүр екен, аралап жүріп Юсуфты көріп қалады. Хадисте Юсуфтың сүйкімділігін, сұлулығын былай баяндайды. Әлемдегі ең әдемі адам алейхиссалам болса, Юсуфқа адам атаның сұлулығының тең жартысы берілген. Адам атаны санамағанда Юсуф пайғамбар әлемдегі ең әдемі, ең сұлу адам болып тұр ғой. Патша уәзірі неткен сүйкімді бала деп көп ойланбай сатып алады. Сөйтіп үйіне апарып, әйеліне табыстайды. Әйел екеуінің арасында бала жоқ екен, уәзір әйеліне мына баланы өсір, тәрбие берейік, қызметшіміз болсын. Бәрі жақсы болып жатса, балаға асырап аламыз дейді ғой. Сөйтіп Юсуф алейхиссаламды үйлеріне кіргізіп, былайынша айтқанда асырап алады ғой. Біраз жылдар өтіп, Юсуф алейхиссалам ер жетеді, жігіт болады. Енді кішкентай кезінде сүйкімді болған бала ер жеткен сайын өте сұлу жігітке айнала береді ғой. Оның сұлу болған соншалық, оны өсірген уәзірдің әйелі Юсуфқа ғашық болып қалады. Сөйтіп оны қалай зинаға тартсам екен деп жан-жақты намекат ете бастайды. Енді пайғамбарлық жай адамға берілмейді ғой. Пайғамбарлық көркем мінезді, ұстамды, өзінің нәпсісін еркіне жіберіп қоймайтын сондай мықты адамдарға беріледі. Юсуф алейхиссалам да сондай болды. Уәзірдің әйелі қанша жерден зинаға шақырса да, ол қулықтың, ол алда барбаудың жетегіне еріп кеткен жоқ. Юсуф алейхиссалам сұлу болған сайын, уақыт өткен сайын, уәзірдің әйелінің ғашықтық сезімі арта береді. Сөйтіп Юсуф пайғамбардың өз еркімен зинаға бармайтын түсінген әйел, өзім шабуыл жасамасам болмайды деп, әдемі әтірін сеуіп, үйді қараңғылап, есікті құлыптап, әдемі киімдерін киіп, Юсуфты шақырады. Маған қарсы шыққан жетер, екеуміз қосыламыз, кел дейді. Юсуф алейхиссалам әйелдің қайтпайтын мінезін көргеннен кейін, мен зинаға бармаймын, ондай жаман іс-әрекет жасамаймын деп қаша бастайды. Енді ана әйелдің бет ашылып кетті ғой, зинаға шақырып қойды, артқа қайтуға жол жоқ, кел зина жасаймыз деп Юсуф пайғамбардың артынан қуа бастайды. Юсуф алейхиссалам қашып есіктен шыға бергенде, әйел жейдесінің артынан тартып, киімін жыртып жібереді. Сол сәтте есікте ашылады, есіктің ар жағында сол әйелдің күйеуі, яғни уәзір қарап тұрады. Бәрі кинодағыдай ғой енді. Енді уәзірдің көзімен қарасаң, Юсуфтың киімі жыртылған, әйел осы андай киіпте әтірленген, прическасын жасап алған, ашық-шашық киім киіп алған дегендей. Мына жерде не болып жатыр деп қатты ашуланады. Әйелі бірден, мен емес, мына Юсуф мені зорламақшы болды, мен ештеңе істеген жоқпын, есіктердің бәрін кілтеп алып, маған шабуыл жасады деп Юсуфты кінәлап бірден басын ала қашады. Уәзір бұл істі ортаға тастап, былайынша айтқанда енді үлкен сот болады ғой. Кім кінәлі екенін жан-жақты анықтауға тырысады. Сол кезде бір ақсақал
бір нәрсемен ғана кімнің кінәлі екенін анықтай аламыз дейді. Егер киім алдынан жыртылған болса, онда Юсуф шабуыл жасаған, себебі енді әйелге қарап тұрады, әйел адам қорғанам деп алды жағынан жыртып жіберуі мүмкін дейді. Ал егер артынан жыртылған болса, бір-ақ нәрсе. Юсуф қашқан, әйел артынан тартқан дейді. Қараса жейде артынан жыртылған болып шығады. Уәзір де енді Юсуфты кішкентай кезінен жақсы біледі ғой. Оның көркем мінезін, адал жүрегін, сол сияқты әйелінің де қандай екенін біліп тұр ғой енді. Сөйтіп әйеліне қарап, бұл сенің арам істеріңнен ғой, деп әйелінен қатты көңіл қалады. Бұл әңгіме сол жерде қала ма? Жан жаққа, ауыл аймаққа тарайды. Уәзірдің әйелі өзінің қызметшісімен зина жасағысы кепті деген бір андай шумный заголовоктар болады ғой енді. Андай видеолардың бетіне қойып қоятын бір педофил 15 жасар қызды зорлапты деген сияқты. Тура сондай уәзірдің әйелі өзі кішкентайынан өсірген баламен зина жасамақшы болды деп бүкіл чиновниктардың әйелдері не деген ұят, қызметшісіне басы кетіп жүр деп өсектей бастайды. Бұл өсек ауыл-ауылды айналып уәзірдің әйеліне келіп жетеді. Сонда уәзірдің әйелі өсек таратып жүрген әйелдердің бәрін үйіне шақырады. Үйге кеп бір жем-шидектерді турап жіберу керек еді деп өтірік отмазка айтады ғой енді. Артынан әңгіме айтып жүрсе де бетіне ештеңе айтамайды ғой енді. Уәзірдің әйелі как-никак. Сөйтіп қонақтар келеді. Уәзірдің әйелі олардың қолдарына пышақ пен жем-шидектерді беріп қояды. Әйелдер турай бастайды. Сол сәтте уәзірдің әйелі Юсуфты шақырады. Юсуф ортаға келді. Енді қызметшісі болғаннан кейін тапсырмасын бұлжытпай орындайды. Сөйтіп Юсуф ортаға келгенде ана жем-шидек турап жатқан әйелдер Юсуфқа бастары кетіп, қолдарын тіліп кесіп турап жібереді. Ауыздарынан сулар аққан, аң-таң болған олар, бұл кім, адам ба, періште ма деп сұрай бастайды. Уәзірдің әйелі сонда беттеріне қарап, өткенде мен өсектеп жатыр едіңдер ғой, маған айып тағып жатыр едіңдер. Енді өздерінің түрлеріңе қараңдаршы, ауыздарынан су ағып, Юсуфтан көздеріңді аламай өтсіңдер ғой. Көрдіңдер ма, шіли бір сүттен ақ судан таза емессіңдер ғой деп, былайынша айтқанда мысқылдап күліп, өзінің күнәсін ақтауға тырысады. Осыдан кейін бүкіл патшалықтың әйелдері Юсуфпен бірге болғысы кеп, оны зинаға шақырғысы келеді. Юсуф алейхиссаламға үлкен сынақ келеді. Сөйтіп ол, я Раббым, бұндай сынаққа тап болғаныма қарағанда түрмеде жатқаным артық. Мені бұл сынақтан сақташ, түрмеге қамаш деп Аллаға дұға етеді. Алла дұғаларды қабыл етуші ғой. Юсуфқа жазықсыз айыптар тағылып түрмеге қамалады. Сөйтіп Юсуф пайғамбармен бірге екі жігіт түрмеге түседі. Сөйтсе патшаның қол астында жұмыс жасайтын жігіттер екен, патшаның бір дүниесі жоғалған, сөйтіп екеуі подозреваем екен. Біріншісі жүзім сығып патшаға вино дайындайтын жігіт екен. Екіншісі патшаға нан пісіретін наубайханаш. Келесі күні екеуі ұйқыларынан тұра салып, көрген түстер жайлы айтады. Юсуф пайғамбар бәрін естіп, сендер падресу келіңдер дейді ғой. Себебі Юсуф пайғамбардың бір артықшылығы, ол кісі түс жори алатын. Енді өзінің біліммен емес, Алланың тікелей жәрдемімен адамдарға түсті жортып бере алатын болған. Вино дайындайтын жігіт, мен түсімде жұмысыма оралғанымды көрдім дейді. Нан пісіретін жігіт, мен нан пісіріп, оны басыма қойыппын, және оны құстар кеп шоқып жатыр екен дейді. Юсуф пайғамбар көп ойланбай вино дайындайтын жігітке, сен ақталып бұрынғы жұмысыңа ораласың дейді. Ал нан пісіретін адамға, түсіңде наныңды жеп жатыр деген сөз, сенің дәм тұзың таусылып, жақында ажалың келеді дейді. Сөйтіп сот болады, жоғалған дүние наубайханашының үйінен табылып, вино дайындайтын жігіт ақталып шығады. Ал нан пісіретін жігітті публично дарғасып қояды, және басқаларға ескерту болсын деп, бірнеше күн денесін алмайды. Сонда түсіндегідей құстар кеп өліктің басына қонып, миын шоқи бастайды. Сөйтіп вино дайындайтын жігіт Юсуфқа кеп, сіздің айтқандарыңыз орындалды ғой, мен ақталып шықтым деп қуанышты хабарын айтады. Сөйтіп Юсуф риза болып, босатылып патшаның қасына барған кезде мені патшаға бір ескертіп қойшы, түрмеде бір Юсуф деген жігіт отыр екен деп. Жаңа вино дайындайтын жігіт, все, без проблем деп келісіп түрмеден шығарды. Бірақ патшаның қасына барған кезде Юсуфтың өтінішін ұмытып кетеді. Арада 7 жыл уақыт өтеді. Юсуф түрмеде ешкімнен зорлық зомбылық көрмей, адамдармен жақсы қарым-қатынаста болып, қайта үлкен абыройға ие болады. 7 жылдан кейін патша бір түс көреді. Жүрегіне бір күдік, қорқыныш ұялай бастайды. Сөйтіп патша уәзір көмекшілерін жинап алып, мен бір түс көрдім, жоритын адам бар ма?
қатты уайымдап тұрмын дейді. Сөйтіп жиналғандар патшадан қандай түс көргенін сұрайды. Сонда мен түсімде 7 семіз сиыр көрдім, 7 арық сиыр көрдім. Арық сиырлар семіздерін жеп қойғандарын көрдім. Одан соң 7 бидайы бар масақтарды және 7 бидайы жоқ масақтарды көрдім. Бұл не мағына білдіреді дейді. Сол кезде уәзірлер не айтарын білмей, бұл түсті жори алмай, жұмысты қатты уайымдап кеткен шығарсыз. Бұл бір бытовой түс қой, ешқандай мағына білдірмейді деп қана пікір білдіреді. Бұндай оларға патшаның көңілі толмайды. Осы сәтте ситуацияны көріп тұрған вино дайындайтын жігіттің есіне Юсуф түседі ғой. Сөйтіп патшаға кеп, патша, түрмеде болғанда менің түсімді жорып берген бір дерске жігіт бар. Ол түсімді жорып бергенде дәл келіп, қазір сіздің қасыңызда отырмын. Мүмкін сол жігітке айтып көреміз дейді. Патша риза болып, енді барып айтып көр, қалай жорып береді, көрейік дейді. Сөйтіп вино дайындайтын жігіт Юсуфқа барады. Түрмеде жатқан Юсуф, наконец-то қайда жүрсің дегенде әңгімесін айтады. Сонда вино дайындайтын жігіт, патша бір түс көріпті, ешкім жори алмай жатыр, соны жорып берші дейді. Юсуф түсті айтып беруін сұрайды. Сөйтіп патшаның жаңағы 7 семіз сиыр, 7 арық сиыр деген түстерін бәрін айтып береді. Юсуф, бұл ешқандай қиын түс емес қой. Бұл Алланың ескертуі. 7 жыл бұл елді мекенде не ексең сол өсіп шығатын мамыражай ауа райы болады. Одан кейінгі 7 жыл жұт болады. Егер осы 7 жылда дәнді дақыл, өнім жинап қалмасаңдар, ана жұт келетін жылдар қатты қиналасыңдар дейді. Сөйтіп вино дайындайтын жігіт патшаға барып Юсуфтың нұсқасын айтып береді. Патша Юсуфтың жорып бергеніне риза болып, ана жігітті әкеліңдерші, сөйлесейік, ризашылығымды білдірейін деп Юсуфты түрмеден шығарып алмақшы болады. Сонда Юсуф, мен түрмеден шықпаймын дейді. Неге? Патшаға ескерт деген өзің жақсы емес па? Шықсайшы дейді. Сонда Юсуф алейхиссалам, мен 7 жыл бұрын әділетсіздікпен қамалып едім. Сол делаларды бәрін көтеріңдер, зерттеңдер, ана әйелдерді тергеңдер, мен ақталмай шықпаймын дейді. Қараңызшы, Юсуф өте ақылды болып тұр ғой. Қазір енді патша босатып шығарса да, арты таза болмайын деп тұр ғой, енді кезінде әйелдермен зина жасамақшы болған деген сияқты бір репутациялар шығатын еді. Бұны білген Юсуф, мен түрмеден ақталып қана шығамын деп айтады. Патша бұл әңгімені естіп, уәзірді де, оның әйелін де, қолдан турап кеткен жаңа қыздарды да бәрін жинап, сотты басынан бастайды. Бәрін тергеп, мән-жайды сұрайды. Әйелдер бұл әңгіме, бұл іс патшаға дейін көтерілгеніне қатты уайымдап, қашарға жол жоқ, шындықтарын айтады. Уәзірдің әйелі кеп, Юсуфтың ешқандай кінәсі жоқ. Мен сол кезде өзімді ақтау үшін жала жауып жүргем. Бұл жігіт негізі кінәсіз деп мойындайды. Сөйтіп патша официально Юсуфтың деласын алып шығып, оны толығымен ақтап алады. Енді мемлекет былай қарасаң, кінәсіз адам соттап жіберіп тұр ғой. Оның үстіне Юсуф патшаның түсін жорып берді. Сөйтіп патша Юсуфқа, осындай мықты жігіт екенсің, тарихың да қызық екен, сен мен қасыма жұмысқа кел, мен сені көмекші қылып алайын дейді. Сонда Юсуф, ұсынысыңызға рахмет, бірақ мен кеңесші емес, мемлекет қазынасының басшысы болайын дейді. Енді қазіргімен айтқанда экономика министрі ғой. Түсіңізді жорғандай 7 керемет жыл келе жатыр, одан кейін 7 жыл жұт болады. Мен сол 7 жыл бойы қиын кезеңдерге дайын болатындай астық жинауға көмектесе аламын дейді. Бұдан біз адам егер қандай да бір жұмысқа өзін лайық деп есептесе, сол жұмысты жасай алатынына сенімді болса, өзін ұсыну әбестік емес екенін түсіне аламыз. Сөйтіп патша мемлекеттің бір жүгін өзінің мойнына көтергісі келіп жатқанына риза болып, ұсыныспен келіседі. Сөйтіп Юсуф билікке келеді. Сөйтіп Юсуф пайғамбар билікке келіп, қазынан басқарды. Патшаның түсін жорып бергенде 7 жыл мамыражай керемет заман басталды. 7 жыл бойы не ексе сол шықты, бірақ Юсуф пайғамбар бұл мәңгілік болмайтынын білді ғой. 7 жыл бойы астық жинаумен айналысты. Енді жарату керек дүниелерді жаратып отырды, халыққа тарату керек дүниелерді таратып отырды. Бірақ басты дүниелерді, былайынша айтқанда, начорныйден сақтап отырды ғой. Юсуф пайғамбар аманатшыл кісі ғой. Аманатына берік, өзі сұранып бұл қызметке келген соң, қызметін адал атқарды. Сөйтіп 7 жыл уақыт өткен соң жұт басталды. Жұт енді Мысырға ғана емес, оның айналасында бүкіл ауыл аймақтағылардың бәрін қамтиды. Өте қиын заман болады. Адамдарда астық жоқ, өнім жоқ. Енді Мысырдың билігіндегі адамдар ғана бұл туралы білді ғой. Ал қалған адамдар бейхабар болды. Соның ішінде Юсуфтың әкесі Яқуб, 11 бауыры ешкім білген жоқ.
қазынаны басқарып отырған Юсуф басшылықпен ақылдаса келе, жиналған өнімдерден өзіміз ғана емес, басқа ашыққан елге арзан бағада сатайық деп шешім қабылдайды. Сөйтіп басқа ел мекендерден жан-жақтан адамдар қолдарында бар дүниемен кеп азық-түлік сатып ала бастайды. Солардың бірі Юсуфтың отбасы болды. Яқуб алейхиссалам өзінің 10 баласын Мысырға жібереді. Естеріңізде болса, сол 10 бала бұрын Юсуфқа қиянат жасап, құлдыққа сатып жіберген болатын. Сөйтіп олар өздерінің ауылынан Мысырға қарай жолға шығады. Ол кезде жаяу жүрсең, енді примерно 1 айлық жол ғой. Сөйтіп олар шөлдеп, қиналып, әйтеуір әрең дегенде Мысырға жетеді. Оларды Юсуф күтіп алады. Юсуф ер жетіп кеткен, түрі өзгерген, үлкен жігіт қой. Бауырлар оны танымай қалады. Бірақ Юсуф оларды таниды. Ол жерде енді ақшам бар деп бүкіл дүниені сатып алмайсың ғой. Бұрын енді андай Совет үкіметінің заманында бір бөлке нанға кезекке тұрып, бір фиксированный ғана алған ғой. Сол сияқты бұл жерде де бір адам басына 1 қап ұн деген сияқты, 1 қап бидай деген сияқты сатылып жатады. Сөйтіп Юсуфтың 10 бауыры қолдарында бар дүниесін беріп, әрқайсысы 1 қап өнімінен алады. Сосын біздің үйде қартайған әкеміз бар, анамыз бар, одан кейін бір бауырымыз бар. Соларға да алып кетсек деп өтініш білдіреді. Юсуф алейхиссалам әке-шешелерің түсінікті, үлкен кісілер шығар. Олар үшін алып кетіңдер. Бірақ бауырларыңа бере алмаймыз. Ол өзі алып кетсін дейді. Мысырдың қазына басшысына не айта аласың? Жарайды деп көніп, заттарын алып қайтайын деп жатқанда, Юсуф қасындағы көмекшісіне алып келген дүниесін заттарына сап жеріңдер дейді. Көмекшісі түсінбесе де енді басшысының айтқанын орындап, алып келген дүниелерін тығып қаптарына сап жереді. Сөйтіп Юсуфтың 10 бауыры 1 айлық жолды қайта жүріп үйлеріне оралады. Әкелеріне барып, әке бәріміз бір қаптан алдық, бірақ Биньямин үшін ала алмадық. Келген адамдарға ғана береді екен деп түсіндіреді. Сосын қапты ашқан кезде ішінде апарып берген заттарының қайтып келгенін көреді. Юсуф енді мықты стратег қой. Бұлардың қайтып келу үшін бүкіл жаңағы қармақтарын тастап тұр ғой. Бұлар енді бір жағынан Биньяминнің қалып кеткен астығын ойлайды. Сосын апарған заттары өздерінде, оған тағалуға болатын шығар дегендей ойлармен әкелеріне: әкешім, мына Биньямин бізбен бірге жіберіңіз. Бұның астығын бермей қойды, соны алып қайтайық. 1 қап бидайдың өзі әжептәуір дүние ғой дейді. Сөйтіп әкесі: жоқ, сендер кезінде Юсуфты сөйтіп алып кеткенсіңдер. Артынша не болды? Жоғалттыңдар. Биньяминге де бір нәрсе болады. Мен сендермен жібере алмаймын дейді. Бағана айтып едім ғой, естеріңізде шығар. Яқубтың өзге әйелдерінен 10 бала туылды, басқа әйелінен 2 бала, Юсуф пен Биньямин дүниеге келді. 10 бауыры әкесінің жан жағынан кеп: әкешім, оған мұқият қараймыз, көзден таса қылмаймыз, бәріміз жабылып қорғаймыз, әкешім жіберіңізші деп енді қоймай қояды ғой. Яқуб алейхиссалам көзі көрмей қалған, қартайған қария. Ол балаларын қоймайтынын біліп, маған уәде беріңдер деп уәделерін алады. Балалары: әкешім, Биньяминді қалай әкетеміз, солай әкелеміз деп уәде береді. Яқуб алейхиссалам уәделерін алып, оларды Мысырға жібереді. Сөйтіп 10 бауыры інілері Биньяминді алып, 11 адам болып, қайтадан 1 айлық жолға шығады. Мысырға жеткенде Юсуфқа заттарын беріп: міне, Биньямин бауырымыз осының астығын алып кетейін деп едік дейді. Юсуф алейхиссалам Биньяминді көріп, бір ыңғайлы сәтте шетке алып кетеді. Сөйтіп: Биньямин, бұл мен ғой Юсуф дейді. Биньяминнің көзінен жас бұрқ ете қалады. Ағатайым, мен сені сағындым ғой деп қатты жылайды. Бәленбай уақыт көрмеген екеуі құшақтасып бір-бірінен ажырамайды. 10 бауыры қатыгездеу, бұған дейін енді күн көрсетпеген ғой. Жалғыз жанашыр ағасы бар еді, ол да жоғалып кетті. Қанша жылдан кейін енді көріп тұр. Биньямин өте қатты қуанады. Көзінен жас тоқтамайды. Сонда Юсуф: Биньямин бауырым, мен сені қазір осы жерде алып қаламын дейді. Қалай аға десе, оны маған қалдыр дейді. Сөйтіп, келесі күні жаңағы Биньяминнің 1 қап заттарын алып, бауырлары ауылдарына жолға шығатын болады. Сол сәтте Юсуф: ұстаңдар аналарды, ұрылар дейді. Біз ұрлық жасаған жоқпыз, тыныштық па деп шоши бастайды. Юсуф: патшаның алтынысы жоғалыпты, тексеріңдер дейді. Патшаның әскер оларды тексеріп жатқанда Биньяминнің заттарының ішінен алтынысы табылады. Юсуф бауыры Биньяминді енді просто алып қаламайды ғой. Алып қалу үшін бір әдіс тәсіл, қулық керек болды. Ыдысты салып жіберіп,
с поличным ұстап тұр ғой енді. Сөйтіп оң бауыры ашуланып, сенің ағаң Юсуф та осындай оңбаған еді, сен де сондай бопсың ғой, неменеге ұрлайсың, бізді ұятқа қалдырып деп Биньяминге қатты ұрсады. Юсуфқа оң бауыр жалынып, затты қайтарып береміз, бауырымыз, жіберші, үйде қартайған ауру әкеміз бар, ол қиналып қайғырады, жіберші, болмаса оның орнына басқа біреуімізді алып қал дейді. Сонда Юсуф алейхиссалам кезінде Юсуфтан құтылғысы келгенде әкелерін ойламады ғой. Бірақ осы жолы қандай уәде берді, аманатпен алып кетті. Сол уәделеріне берік болғысы келеді. Жан жақтан жалынса да Юсуф, жоқ, бұл жақтың заңы сондай, айып етпеңдер, кешіріп қойыңдар, елдеріңе қайтыңдар. Біз тек ұрлық жасаған адамды алып қаламыз дейді. Енді Мысырдың қазына басшысына не дейді? Салпаңдап ауылдарына қайтады. Екі арада бір айлық жол, мына жақтан ана жаққа, ана жақтан мына жаққа, в общем, сандалып жүр ғой. Сөйтіп не керек? Үйлеріне қайтады. Үйлеріне келіп, әке, Биньямин жоқ дейді. Сөйтіп әкесі, қайда Биньямин? Сендер Юсуфқа жасағанды Биньяминге де жасадыңдар ғой, дейді. Сол кезде балалары, әке, балаңыз ұрлық жасады, содан кейін ол ұсталып қалды, оның өзі кінәлі деп болған жағдайды түсіндіріп айтады. Яқуб алейхиссалам, мен ештеңе білмеймін, барып Биньяминді де Юсуфты да тауып алып келіңдер дейді. Сөйтіп балалары, қайдағы Юсуф, әкешім, ол баяғыда қайтыс болып кеткен адам ғой деп түсінбейді. Әкелері, жоқ, ол тірі, мен сеземін, екеуін де тауып алып келіңдер дейді. Балалар қайтадан салпаңдап Мысырға кетеді. Бұлар енді азып тозып кеткен, әрең дегенде Юсуфқа барады. Біз әбден шаршадық. Бауырымыз Биньяминге кешірім беріп, бізге садақа қылшы дейді. Сол кезде Юсуф бір жағынан бауырларына жан ашып, сендер кезінде бір бауырларыңа қиянат жасаған едіңдер ғой дейді. Сонда бауырлары, сен оны қайдан білесің? Сен Юсуфсың ба деп шошып кетеді. Сол кезде Юсуф, мен сендердің бауырларың Юсуфпын дейді. Сөйтіп бауырлары, Юсуф, біз саған қиянат жасадық, әділетсіздік жасадық, кешірші, біз кінәліміз, жас болдық, мас болдық дегенде енді қатты өкініп кешірім сұрайды ғой. Сол кезде Юсуф, сендерді Алла кешірсе, мен де кешірем дейді. Қараңызшы, егер ішіне бір кек жиналып қалған, діннен алыстау бір адам болса, кегін қайтаруға әдем возможность қой. Бірақ Юсуфтың жүрегі кең. Сендерді Алла кешірсе, мен де кешірдім дейді. Бір жағынан он бауырдың шынайы тәубе етіп тұрғанын түсінді. Сөйтіп, ауылдарыңа барып отбасыларыңды, әкелеріңді осында алып келіңдер. Биньямин де, Юсуф та аман деген хабар жеткізіңдер дейді. Сөйтіп үстіндегі жейдесін шешіп беріп, мынаны көз көрмейтін әкемнің бетіне жабыңдар, сол кезде Алланың мұғжизасымен көз көріп кетеді дейді. Сөйтіп бұлар қайтадан бір айлық жолмен үйлеріне қайтады. Бірақ енді бұрынғыдай салпаңдап емес, осы жолы үлкен қуанышты хабармен, мотивациямен қайтады. Үйлеріне жақындап қалғанда Яқуб алейхиссалам, мен Юсуфтың иісін сезіп тұрмын дейді. Үйіндегілер, сенікі тыныштық па? Алшып қалғансың ба? Юсуфтың сүйегі баяғыда шіріп кеткен шығар, не айтып тұрсың дейді. Сол кезде Яқуб пайғамбар, мен білетін нәрсені сендер білмейсіңдер дейді. Сөйтіп 10 баласы келіп, әкешім, Юсуф та Биньямин да тірі деген қуанышты хабар жеткізеді. Юсуфтың жейдесін әкеп, әкесінің бетін сүрткенде, әкесінің көз көріп кетеді. Хабарды естіген барлығы, Юсуф тірі ма? Юсуф аман ба? Қалай ол? Деп аң-таң болады. Балалары, тірі болғанда қандай, ол еще Мысырдың қазына басшысы болып отыр деп қуанышты хабар жеткізеді. Сөйтіп, бізді Мысырға шақырып жатыр, қоныс аударамыз деп бүкіл отбасын, әкесін, анасын барлығын Мысырға алып барады. Мысырға алып барғанда енді сұмдық драма болады ғой. Соңғы рет кішкентай кезінде көрген Юсуфты әкесі қаншама жылдан кейін бірақ көріп тұр. Бір-біріне деген сағынышын басады. Яқуб алейхиссалам, Юсуфтың 11 бауыры, анасы, Алланың бұндай құдіретіне, Алланың бұндай сценарийіне риза болып, Юсуфқа сәжде жасайды. Бұл енді сол кездегі шариғатпен рұқсат етілген, Алланың мұғжизасына, Алланың құдіретіне, құрмет ретінде сәжде жасаған. Сонда Юсуф, әкешім, менің кішкентай кезімде сізге айтып берген түсінім орындалды ғой дейді.
Естеріңізде болса, Юсуф түсінде 11 жұлдыздың және күн мен айдың оған сәжде жасап жатқанын көрген еді. Осылайша Юсуф алейхиссаламның оқиғасы аяқталды. Бұл оқиға Құранның Юсуф сүресінде басынан аяғына дейін баяндалған. Бұл оқиғаны Алланың өзі әлемдегі ең көркем оқиға деп атаған. Сіздер бұл шығарылымнан не түсіндіңіздер, қандай ой түйдіңіздер, пікір жолына жаза кетіңіздер. Оқып, біліп отырайық. Арнаға тіркеліп кетсеңіздер, Құрандағы оқиғалардың келесі шығарылымын бірінші болып көресіз. Рахмет.